Сызық бойымен жүру. Сызық бойымен жүру үшін бізге роботты қолдану керек. Ол робот бізде түс датчигімен жабдықталуы тиіс. Түс датчигінің саны біреу болуы мүмкін, екеу, үшеу, төртеу. Жасалатын тапсырмаға байланысты, орындалатын тапсырмаға байланысты датчик санын таңдаймыз. Бір датчикпен біз жүре аламыз. Оның алгоритмі бізде зигзаг деп аталады, немесе волна. Зигзаг деген алгоритмде біз реле алгоритмін қолданамыз. Бұл жерде реле алгоритм ерекшелігі бір моторды өшіреді да, бір моторды қосады. Мына жерде бір моторды қосып, бір моторды өшіреді. Және де өте көп колебания болады. Ол колебанияны азайту үшін біз мынау өшкен моторға 20 немесе 15 деген санды қойсақ, сол кезде ол колебания азаяды. Колебания азайтқан кезде біз оны волна деген алгоритмге өзгертеміз. Сонымен қатар біз зигзаг алгоритм бойынша 4-позиционный релейный регуляторды қолдансақ болады. Бұл жерден екі датчик ақта тұрса немесе қарада тұрса, онда робот алдыға жүреді. Егер бір датчик ақта, бір датчик қарада тұрса, онда біз бұрылыстарды жазамыз. Колебанияны азайту үшін біз волна алгоритм қолданамыз. Волна алгоритм релейный двухпозиционный алгоритм. Бұл жерде толқын сияқты жүреді робот. Мынаны көбейту немесе түсіру арқылы бір мотордың жылдамдығын біз колебанияны төмендетеміз. Бірақ колебанияны, яғни тербелісті біз төмендеткен сайын крутой повороттарда, яғни өте өткір бұрылыстарда біздің роботымыз сызықтан шығып кету қаупі бар. 4-позиционный релейный регулятор волна әдісімен бізде осылай жазылады. Бізде робот екі датчикпен жабдықталыпты. Давайте бір датчикпен қояйық. Тек бір датчик қана болсын. Окей. Датчик бізде оң жақта, яғни қарада болған кезде ол оң жаққа қарай бұрылу керек, ақта болған кезде робот солға қарай бұрылу керек. Бұл жерде повышающий передача бар. Повышающий передачаны біз не үшін қолданамыз? Ол біздің роботымыз жылдамдығын 2 есе өсіреді. Сондықтан біз повышающий передачаны қоямыз. Повышающий передача бізде қалай жасалады? Шестеренкалар болады. Шестеренканың үлкенін біз моторға қоямыз да, кішісін дөңгелекке қоямыз. Конструкторские идеи. Повышающий передача дегеніміз не? Біз мотордың жылдамдығын асырамыз. Бұл жерде шестеренка бізде моторға жалғанады. Үлкен шестеренка, кіші шестеренканы біз дөңгелекке қосамыз. Бұл жерде егер мотор оң бағытта айналатын болса, оның айналу бағыты өзгереді. Теріс мәнге үшінші шестеренканы қоюға болады бізге. Немесе программаны теріс жазамыз, яғни программа жазған кезде роботтың бағыттарын өзгертіп отырамыз. Енді біз ең алдымен осындай шестеренкасы бар роботтарды программаны жазатын кезде оны біз тексеріп алу керекпіз. Тексеру үшін рулевой управленияны қолдануға болады. -50 дейік қазір. VRT-бот. Не сейчас. И программаны жүктейміз.
Жоқ, бұның бағыты дұрыс екен. Мгм. Дұрыс жасақ болады. Яғни 3 шестеренка жалғанған болған. Жақсы, программаны жазып көрейік. Программа өте қарапайым. Біз бесконечный циклдың ішінде программаны орындайтын боламыз. Программаны жазудың екі әдісі бар. Біреуі переключатель арқылы, біреуі переключательсіз. Переключатель арқылы жазып көрейік. Бізге датчик цветаны таңдау керек мына жерде. Измерение. Көбінесе біз сравнение яркости отраженного цветамен жазамыз. Программаны 50-ден кіші болса деп. Бұл жарыстарда, я. Бұл жерде 50 деген бізде калибровка жасайтын болсақ, мән өзгеруі мүмкін. Біз айттық, қарада тұрса, ол оңға қарай кету керек дедік. Сондықтан былай жазсақ болады программаны. Включить. Мынау оңға қарай кету керек болады оған. Сондықтан мынау 50 болады, мынау 0 болады. Оңға қарай кетеді. Ақты көрген кезде ақты көрген кезде ол керісінше бағытта жүру керек болады. Мынау 0 болады, мынау 50 болады. Жақсы, программаны жіберіп көрейік. Программа орындалды. Түс датчигі оң жақта болса, біз осылай программировать етеміз, а сол жақта болса, мына бағыттардың орындарын ауыстырамыз. Түс датчигі сол жақта болса, онда Б мотор 0 болады, мынау 50 болады. Біз оны қайдан білдік? Себебі біз алгоритм жазған кезде қарадық. Датчик солға бұрылса, онда қара болады екен, оңға бұрылса, онда ақ болады екен. Қазір бұл жерде роботтың жылдамдығы өте жоғары. Мынау поворотта робот өзін қалай сезінетінін көрейік. Поворотқа кірема. Повороттан шығып кетуі мүмкін немесе. Ішкі поворотпен жақсы жүрді. Сыртқы повороттан шыққан жоқ. Программаны өте жақсы жаздық. Енді бізде волна алгоритмі. Программаны тоқтатайық. Волнада біз жаңағы зигзагтарды кішкене қысқартсақ болады. Ол үшін біз мына жерге 5 деген мәнді береміз, мына жерге 5 деген мәнді береміз. Роботқа қарасаңыз, робот жаңағыдай колебания, яғни селкілдеуді қойды. Тік жүр. Мен компьютерім қатып атқандықтан робот плавно жүріп атқан жоқ. Бізде компьютеріңіз қуатты болса, робот жақсы жүру керек, плавно жүру керек. Жақсы, бір датчикпен жазуды үйрендік. Енді екінші вариантын көрсетейін, қалай жазуға болатын. Мынаны алып тастаймыз. Екінші варианты осылай жазылады. Мынаны алып тастауға болады. Мына программа орындалады. Осы программа орындалғаннан кейін мына программа орындалады. Содан кейін ол қайтып келеді. Бесконечный цикл. Переключение бізде датчик цвета, сравнение, яркость отраженного света,
Біз жарыстарда көбінесе осы яркость отраженного цветімен жұмыс жасаймыз. Бізге ыңғайлы болу үшін біз ақ түсте жүргізейік роботты. Датчиктарды ақ түске қояйық. Себебі екі датчикпен жүрген кезде бізде екі датчик ақта тұрса, робот алдыға жүреді деген программаны жазған ыңғайлырақ болады. Екі датчик қарада тұрғаннан гөрі. Сондықтан екі датчик бізде ақта тұрады. Екі датчик ақта тұр дегеніміз, ол 50-ден жоғары. Мынау датчик, біздің датчик, мынау қара линия. Мынау қара линия. Егер датчик ақта тұрса, ол қараға жылжу керек. Ол қараға жылжу үшін біз қалай жазамыз? Біз былай жазамыз. Учить. Мына жақ 5 болады, мына жақ 50 болады. Осылай жазамыз. Ол ақта тұр, ол қараға жүру керек. Мынау галочка, ол ақта тұр деген сөз. Мынау операция орындалып жатыр деген сөз. Егер ол қарада тұрса, онда ол не істеу керек? Қарада тұрса, осыған қарама қарсы әрекет жасайды. Аққа ұмтылады. Осылай қосамыз. Бұл түсінікті. Және екі датчик бізде ақта тұрады. Екі датчик ақта тұрған кезде робот бізде алдыға жүру керек. Осы шартқа сәйкес біз осы программаны құрдық. Релейный алгоритм программасы. Роботқа салып тексеріп көрсек, қазір ашайық.
Нет. Енді программаны қосып көрейік. Бір жазған программаны. Біз арнайы 1 мен 3 датчигін алдық. Үшінші датчик бізде оң жақта тұр. Бірінші датчик бізде сол жақта тұр. Роботтың жылдамдығы жақсы, сызықтан шығып кетпейді. Екі датчик ақта болған кезде ол алдыға жүреді. P деген программаны жазайық, яғни ол программа пропорционалды регулятор. Кез келген программаны біз циклдың ішіне салып жазамыз. Бізде датчик сары түсті палитрада орналасады, түс датчигі. Оң жақ датчикпен жұмыс жасағандықтан біз бізде оң жақ бірінші датчик екен. Бірінші датчикпен жұмыс жасаймыз қазір. Разница жоқ. Измерение яркости отраженного цвета. Біз кез келген жарыста яркость отраженного цветамен жұмыс істеуге тырысамыз. Содан кейін блок математики. Е деген бізде ол ошибка болады, екі датчиктің айырмашылығы. Біз ручной калибровкада жаңа 40 деп алдық қой. 40-тан датчиктің показаниясын азайтамыз. Оны біз көбейтсек болады. Давайте былай жазайық. А минус Б. Мына жердегі А минус Б. Көбейтілген С. Осылай жазған бізге дұрыс болады. С дегеніміз бізде коэффициент усиления. Коэффициент усиления бізде пока бірге тең болсын. Шыққан мәнді біз управляющий воздействие деп айтамыз. Управляющий воздействиені рулевой управленияға береміз. Рулевой управленияда ол роботтың қай бағытқа бұрылатынын басқарып отырады. Жылдамдық бізде 100 бола берсін, 100-бен жүргізіп көрейік қазір. Максималды жылдамдықпен жүргізіп көрейік. Роботтың колебаниясы өте көп. Қазір мына жерлерде ол поворотқа жақсы кіргенімен колебаниядан біз уақыт бойынша ұтылып тұрмыз. 1 деген коэффициент өте көп, сондықтан біз оны 0,5 деп көрейік қазір. Робот поворотқа кірмей қалды. Енді біздің мақсатымыз осы колебанияны азайту, және де роботтың жаңа поворотқа кіруін реттеу. Ол үшін біз мынау 0,5-ті 0,6, 0,7 немесе сразу 0,7 деп көбейтіп коэффициентті таңдай аламыз. Бұл коэффициент роботтың сызықтан шығып кетпеуіне көмектесетін коэффициент. Бұлай наоборот, колебания көбейіп кетті, бірақ скоростымыз біздің өсті, жылдамдығымыз өсті. Оны біз байқауымызға болады. Уақытпен санасақ, сіздерге тапсырма. Өмірде, кабинеттеріңіздегі поляға осы роботты, осы программаны жүргізіп көріңіздер да, уақытты санаңыздар, уақытты қойып, уақытқа жүргізіңіздер. Енді екі датчикпен жүргізіп көрейік. Бізде екі датчикпен жүргізген кезде, қазір мына жерден қателесіп кетпеу керек. Сол жақ датчикті біз азайтамыз, оң жақ датчиктан. Қазір бізде екі датчик болу керек. Ол үшін біз датчикті қосу үшін шестеренкаға басамыз. Color sensor.
left. Окей. Қазір программаны жазып көрейік. Егер бізде робот сызықтан қашатын болса, онда осы екі датчиктің орнын ауыстырамыз. Мына жерден порттан ауыстырсақ болады, немесе шлейфтардың орнын ауыстырсақ болады. Бізге кодтан ауыстырған жеңілірек болады. Мына жерде яркость отраженного цвета болу керек. Енді мына жерде 0,6 жаңа 6 болды ма? 7. 0,7-ге көбейтейік алып. Колебания өте көп. Мына жерде біз скоростьтан ұтыламыз. Оны азайту керек. Біз 0,3 көрейік, немесе 0,4. Сызықтан шығып кетіп жатса, онда біз қосатын боламыз. Сызықтан шыққан жоқ. Робот жақсы жүріп тұр. Біз датчикті қосқан кезде измерение цветте тұрып қалды. Бұндай жағдайда біздің роботымыздың программасы дұрыс жүрмейді. Бізге осы программа жүру үшін, алгоритм дұрыс шығу үшін, міндетті түрде измерение яркость отраженного цвета қоямыз. Себебі пайыздық көрсеткішті біз азайтуымыз керек. Егер біз түс режиміндегі датчикті мына жерге қоятын болсақ, онда 6 деген санға тұрады ақта, қарада 1 деген сан тұрады. Оны біз қайдан білеміз? Бес деген қызыл түс, 1 деген қара түс, ақ 6 деген сан. 6-дан 6-ны алған кезде әрқашанда 0 болады. Егер біз екеуінің мәндерін азайтсақ, егер режимда тұрған кезде, онда ол бізге қарада тұрса 0 деген санды шығарады. 0-ді 0,4-ке көбейтсек, ол 0 деген мәнге тең болады да, 0 деген ол мына жерге беріледі. Ол алға ғана жүреді. Мына жерде қате болып кетеді ол. Алға немесе бір орында айналып қалуы мүмкін. Сызық бойымен жүру категориясы бойынша программалардың көбін қарастырып шықтық. 4 түрлі программа болды. 2 реле, 2 пропорционалды регулятор. Қосымша сіздерге пропорциональный дифференциальный регулятор деген тақырыпта программа жазуды кейінірек үйрететін боламын. Бұл күрделі программа.